Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге гүл өсірудің құпиясы туралы бөліспекпін. Мынау менің орхидеям үйдегі өсіп тұрған. Ал мынау екіншісі авокадо. Бұны да жаңадан дәнінен өсіргенмін. Енді ол қандай құпия екенін білгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Гүлді жақсы өсу үшін міне бізге табиғаттың өзі осы соңғы апталарда бізге бір көмек бергендей болды. Ол қандай көмек дейсіздер ғой? Мынау гүлдердің жақсы көтеріліп өсу үшін, әдемі болып өсу үшін ең бірінші нәрсе есте сақтайтын ол жаңағы гүлді суару. Сол суарған кезде мынау табиғи сумен суарса өте тамаша жаңағы гүлге де жақсы жаңағы жағдайын жақсартады, өсуін жақсартады, жылдам өседі, гүлдеуіне пайда келтіреді және жаңағы жеңіл сондай гүлдің ажарлана түсуіне көмегі тиеді. Мінекей мынау мен бүгін кешке жаңа далаға шығып, тап-таза әппақ қардан әкеліп, осылай 2 пакет қар әкеліп, мынау ыдыстарға салып қойдым. Бұлар ерігеннен кейін мен оны 20 литрлік, өздеріңіз білесіздер, судың бутылына құйып қоямын. Сосын осындайдан тағы да ертең әкеліп, тағы да екінші бутылға құйып, балконға қойып қоямын. Одан кейін осылардың шетінен алып, үйде гүлдерім көп. Мынаны сіздерге мысал ретінде көрсетіп отырмын. Сосын сол гүлдерді күнде осы жаңағы судың қар суымен суарып отырамын. Бұл жаңағы гүлдейтін гүлдердің, гүл ашатын гүлдердің тезірек гүлдеуіне, тіпті мынау жаңағы денежный дерево дейді ғой, осы гүлдің де гүл ашуына жаңағы себебін тигізеді. Бұл гүлдердің негізінде ең бірінші қорегі бұл ауа мен су ғой енді. Сол ауа мен су және күннің көзі, жылылық, төртеуі соның ішіндегі ең бастысы осы су. Су болмаса бұл қурап жаңағы неғып кетеді. Енді жаз кезінде де мен жаңбыр жауған кезде міндетті түрде жаңағы 20 литрлік жаңағы немді бутылымды алып шығамын да. Ана үйдің, қабат үйдің жаңағындай жоғарыдан шатыр жағынан аққан су ағатын трубалар болады. Сол трубалардан әдемі су ағады, жаңбырдың суы. Қатты жауғанда тіпті напормен ағады, сол кезде ерінбей шығып, содан суды толтырып аламын. 20 литрлікті. Ол тағы да келесі жаңбыр жауғанша ол солай не тұрады, біразға жетіп қалады. Сондықтан да жаңағы сіздерге кеңес беремін. Осылай қазір тап-таза осындай қарлар өте көп. Далада қардан не қылып жатырмыз? Сол қардан әкеліп осылай гүл суаратын суды дайындап қоюларыңызға болады. Мінекей өте қардың суы өте не болады? Табиғи су біріншіден, екіншіден жұмсақ болады. Оның құрамында жаңағы мынау канализациядан келетін гүлдер су сияқты, оның құрамында әртүрлі химиялық заттардың қоспасы болмайды. Жеңіл, жұмсақ, сондай су. Сондықтан осы кеңесімді сіздермен бөліскім келді. Егер де менің видеом ұнап жатырса, сіздер жаңағы лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мынау орхидея гүлі бар ғой енді, оны бұл жерге әкелмедім мен. Сондықтан орхидея гүлінді жаңағыдай не қылуға болады. Осы қар суымен, үнемі қар суымен суарып тұратын болса, ол жаңағы жыл бойы ол да гүлдеп тұрады. Сондықтан мынандай тап-таза қар болып тұрған да өздеріңізге
осындай гүл суаратын суды жинап алуларыңызды кеңес беремін алуларыңызға. Хош сау болыңыздар. Басқа да гүл өсірудің құпиялары туралы білгілеріңіз келсе, менің каналыма тағы да ескертіп қояйын, тіркелуді ұмытпаңыздар. Хош сау болыңыздар. Барлығы сіздер үшін. Кеңесімнің барлығы сіздерге арналады.